Салтанатты шарада 223 оқушы облыстық білім басқармасының бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталды. 39 оқушы алтын медаль иегері атанса, 69 оқушы күміс жүлде иеленді. Қола медаль 115 оқушыға бұйырды. 14 бітіруші түлек Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің білім грантына қол жеткізді. Солардың бірі Арман Бақатов. Нөмірі 9-шы дарынды балаларға арналған облыстық білім инновация лицей-интернатының 11-ші сынып оқушысы мектеп табалдырығын аттағала. Бірнеше олимпиадаларда бағын сынап топ жарған. Болашақта инженер мамандығын игеруге бел буған ол республикалық олимпиаданың жұлдызы атанып, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің білім грантын жеңіп алды. Бүгін мен үшін өте ерекше күн. Өйткені Қорқыт Ата университетінен бүгін грант ұтып отырмын. Бұрыннан бері физика олимпиадасымен айналысатын едім. Енді қуанышыма орай бүгін жемісін алып тұрмын. Ең біріншісі осы шүкір білім инновация лицейіндегі бір жақсы адамдармен кездестім. Олар маған бақыт көрсетті. Екіншіден бір олимпиада болып атқан бір уақытқа келдім. Және де кішкене болсын бір удача дейміз ғой енді. Удача болды сол. Және де өте көп жұмыс. Сол үш компоненттің арқасында осындай жетістікке жеттік. Осы енді алған жетістіктеріме ең қуанышты нәрсем, осы бір 10-15 жылдан кейін бір үлкен адам болып, бір білім алып, және де үлкен істер жасап, осы Қызылорда облысына, не только Қызылорда облысына, және де Қазақстанның өзіне бір вложение жасағаныма ең қуаныштысы осы қуантады. Білім бәсекесіндегі үздік командаларға да марапат табысталды. Жылдың ең үздік командасы тәжі нөмірі 9-шы дарынды балаларға арналған облыстық білім инновация лицей-интернатынан бұйырды. Жеңімпаз команданың 52 оқушысы олимпиада жүлдегері атанған. Кіші кезімнен бері математика қызғам. Бос уақытта дәптер ашып, есеп шығарғанды жақсы көрем. Осы алдымдағы қалалық кезеңнен сүрінбей өттім. Жақында облыс кезең болды, сонда бағым сынап көрдім. Әттеген ай деген тұстар бар әлде де. Өкінбеймін, келесі жыл бар дегендей. Енді осы жылы 3-ші орын алып қалдым, келесі жылы алтын алуға тырысам барынша. Мен осы білім инновация лицейінде оқығаныма түскеніме қуанам. Бізді осылай жылда облыстық кезеңге, қалалық кезеңге, республикалық кезеңге дайындайды. Осы біздің ұстаздарымыздың бізге осы алып жатқан орнымызға үлесі өте зор. Ұстаздарыма алғыс айтамын. Бүгін 1 наурыз алғыс айту күнін қолданып, мен ата-анама, барша ұстаздарыма, осы тренер шақырғанына, облыстық кезеңге дайындағанына рахмет айтамын. Және де отбасымда ата-анама рахмет айтамын. Әрқашан мені қолдап, осы олимпиада кезеңге қатысуына ең бірінші үлесі тиген зор жандар. Және де менің ағама рахмет айтамын. Ол маған 3-ші орын алсам да мойыма келесі жыл бар қолдау көрсетті. Айта кетейік, жаратылыстану математика, қоғамдық гуманитарлық бағыттардағы 13 пән бойынша өткізілген білім бәсекесіне 423 оқушы қатысып, білімдерін сынаған болады.